Жасур. Рома керек емес, осыған ештеңе істеген жоқ қой. Сен сөйлемеші. Жасур Ромаға қол көтерді. Оны Романың өзі бастады. Көп сөйлеме Лидо. Ата, Сен де таяқ жейсің. Демей қалды. Кетейік бұл жерден. Ол түйісік бар. Алсам қайттан балдан жинап қысанан келеді. Бағана өтіп бара кесіп болдым. Кет. Öyle давай oyun bakalım. Ya anlat çok o kaçan gelim degene de Келеді қас. Toqta kaçan kelim degene tığını sıra. Beleş ketmiş. Ha mektepten geliyordu. Seriya 16-epizodun жалғасы, короче. Роза мен Тико. Beleş ketmiş. Рау, сен үйге қайта бер. Не болды? Арыстан мен Рома достарымен барып арман ұрмақшы. Арманға ертерек барып айту керек. Тез бар. Өзің абайлаш, бірақ жүре ма? Сен қарақ, сен! Давай. Bir, 6 серия 1-ші эпизод, енді таяқ жейтін сцена 2-ші төгіл. 1, 2, 3 ketdik. кел Жасур. Рома керек емес, осыған ештеңе істеген жоқ қой. Сен сөйлемеші. Жасур Ромаға қол көтерді. Оны Романың өзі бастады. Лидо көп сөйлеме, ата сен де таяқ жейсің. Жасур доғар. Ұрып кетсін мен ұр. Сен жігітік сияқты емеспін. Қызға күш көрсетпеймін. Лида. Кеттік. Бар Жасур. Кетші. 2, 3 ketdik. Не болды әруақ көргенде ол? Мынау айт. Лида, саған қандай гүлдер ұнайды? Маған ромашка ұнайды. Ромашка ұнайды. Арман қайда? Arman trenirovkaga ketdi ғой. Арыстан балдарын жинап жатыр қайттан. Bunda Бала. деп тез айтайық. Dur. 4-ші дубль. 1, 2, 3 ketdik. Елі бүгін үйге барам. Аламат тренировкадан қорқуым деп айтам. Негізі шындықты айта салу керек. Шындықты не деп айтам? Тренировкадан шыққанда белгісіз біреулер жауып кетті деймін ғой. Ондай болса анам үйден шығармай қойды. Сонда да шындықты айта салу керек. Арман, сенімен сөйлесуге боламын. Тыныштық па? Арман, кешірші. Барлығын мен кесірімнен болды. Түсінбедім. Нақты түсіндіріп айтшы. Кеше Арыстан мені ұрып соғып қорққаннан кейін сенің адресіңді және тренировка істейтін жерің бәрін мен айтып көрдім. Демек, солар ғой жауып кеткен. Иә, кешірші мені. Жоқ, қайта рахмет саған. Өзің қателігіңді түсінгенің үшін. Енді ол туралы директорға айтайық. Директорға айтудың қажеті жоқ. Директор бәрібір де Арыстанды жақтап шығады. 1, 2, 3 ketdik. Selam Ravza. Selam. Ya otur. Мен сенен кешірім сұрайын деп келдім. Не үшін? Алдында Арыстанмен бірге жүрген кезде сен менсінбей өзінше болып жүрген. Шырала, мен оған ренжіген жоқпын. Осы уақытқа дейін адамдардың айтқан сөзіне ере беретін болсам, баяғыда өзіме қол жұмсап қоятын едім ғой. Қазір адамдар сенің сыртқы келбетіңе қарап бағалайды. Иә, мен әдемі емеспін. Әдемі фигурам да жоқ. Бірақ Тико менің осы ішкі сұлулығым деп көріп қойды. Мен де осы Ай, басынан сөйлес қойды. 2, 3 ketdik. Серия 6-ші эпизод 3-ші дубль. Рома, а че неге бір өзің келе жатыр? Жасур қайда? Келмеймін. Келсе өзгесін дейді. Қойш, тура солай айтты ма? Не солай? Айттым ғой, басымызға шығып алған уже бұл. Так, онда былай жасаймыз. Сабақ біткен соң Жасур өзіміз арамыз. Братан, өзіміз барсақ базар olmayız, а? Рома, адам бір рет еңкейе салса, ештеңе етпейді. Қайта оны кішіпейдік деп. Түсінді ма? Сөйтеміз.
1 2 3 ketdik. Lida, dayındamыз бар işte. Bizdeki ең күшті шықсыншы, ya. Спортте бір сахна бар еді ғой, соған барып ойнайық. Давай, кеттік онда. Аяқтама. Ya. 1 2 3 ketdik. Lida, қаяқта дайындамыз бар бізге. Bizdeki ең күшті шықсыншы, ya. Спортте бір сахна бар еді ғой, сонда барып ойнайық. Давай, кеттік онда. Аяқта емеді, сондай ғой. 1 2 3 ketdik. Жетінші эпизод, жетінші серия, екінші догл. Елнұр андай ишаксық нәрселерді істеме. 1 2 3 ketdik. Лидо, тоқташы. Сен сөйлесуге болады ма? Лидо! Әңгіме жасап келіп жатыр. Бүгін жасап саған сөз салады. Сен оған жоқ деуің. Олай жасамасаң. Олай жасамасаң. Жасырған не болатынын айтпай қояйын. Арыстан ашулы. Лидо, қандай жағдай болмасын жоқ деуің. Арыстан білесің, ә? Айтқанын күтпейді. Сонда не істемексің? Не істегенде? Ол жағын айтпақ, ой, Россия. 8 серия, 4-ші көрініс, 2-ші дубль. Эйле, қалайсың? Жақсы, өзің. Сен кітап оқитын боласың ба, е? Я келесі 90-нан бастап оқуға кіріссем деп шештім. Дұрыс. Эйле, не ғой өткенде Элизаттан қорғаным үшін кешірім сұраймын. Білесің ғой, сен мен ең жақын құрбымсың. Онда не үшін Элизатты жоқтадың? Рома маған соны шектеп қойды. Сол үшін сен мен араласпай. 1 2 3 ketdik. Лида, шынын айтшы. Ердің де мен үшін қызарттың ба? Солай есе де болады. Онда сен құшақтайыншы? Жоқ. Неге? Потому что сен менен жігіт емессің ғой. Онда сөз салсам қызым боласың ба? Мүмкін. Сен бірінші салып көрсең. Елнұр, самокат. Оу, мына екеуі құлақпамен кетті деп жатса мыналарға. Бас. 7-де 4, Элизат пен Дженнидің ұрысуы қырылып. 1 2 3 ketdik. Эйлидің мына очкарипен өз қолынан қараш. Көремен ішіне төмендеп кетіп, я? Басынан өтіндер. 8-ші серия, 8-ші эпизод, 1-ші дубль. Бақытнұр мен Кемалдың сөйлесетін жері. Кемал шыңғырады. 1 2 3 ketdik. Балда екеуміз жып алайықшы. Кетенеға бар е! Миды ашпай адам! Бар басқа бір өтізе бар! Шын аты Нұрмұхамед. Алинұрдың позасын істей береді бүйтіп. Бұлаға бізде Айбек ағайдың ағасы. Есіміңіз кім аға? Қайрат, менікі Нұрмұхамед. Бұл бізде Азамат ағай. Азамат ағай біздің оператор, және де лучший оператордың бірі, монтажер. Біз қарапайым, красавчик жігіт. Софияның арманындағы жігіт. Бұл бізде Бақтынұр қыздардағы красавицамыз. Мінез сондай ерке, өзі қылықты. Не айтасың Бақтың? Сол, не айтайын? Билетің қайда? Билетің қайда? Мен ап Топ, түсіреміз ба? Все, дайынсыра бәрің? Кеттік. Репетиция. Жоқ, просто. 6-ші серия, 17-ші эпизод, 1-ші дубль. Кеттік. 1 2 3 ketdik. Лида, саған қандай гүлдер ұнайды? Маған ромашка ұнайды. Жақсы.
Арман қайда? Тренировкаға кетті. Арыстан балдарын жинап қайтам. Балдан жинап. 1 2 3 жарайт қазір бір эпизод қатысып Ай, кете берсін. аха болыпты Түсіркім. Алтыншы серия, бірінші эпизод, 4-ші дубль. Кеттік. 1 2 3 кеттік. Кел, Жасур. Рома керек емес саған ештеңе істеген жоқ қой сен сөйлемеші жасы Ромаға қол көтерді оны Романың өзі бастады Көп сөйлеме дейді. А то сен де таяқ жейсің. Жасыр доғар ұрғын келсе мен ұр Мен сен жігітің сияқты қыздарға қол көтермеймін, түсінің ба? Фрида. Кеттік. Кетші. Болды. Қойма сөйлеп атсың. Ассалаумағалейкум. Қаттан кеп атса? Базардан келеді. Үйге келіп жүрген кім? Достым. Безор ма? Бұл кішке қатынашады. Кіре орайып? Давай, вот. Мына yüzü. 1 2 3 кеттік. Фрида, саған осы қандай гүлдер ұнайды? Ромашка ұнайды. Ромашка ұнайды? Жасыр, тоқташы. Типа, айта бер. Арман қайда? Арман тренировкаға кеткен еді. Арыстан қайтадан балдарын жинап жатыр. Бұл жол бәрі басқаша болады деді. Онда мен Арманға звондайын, ә? Что-то алмай жатыр ғой. Кіріп кеткен сияқты бар ғой. Соны көмектесуіміз керек. Жексін бар ғой. Сағамда өзімше ютубын сақтауға бағалдар комментарий жазып отырсыз. Сегодня мы снимаем порно деген тұр. 6-шы ассалаумағалейкум. 6-шы серия, дополнительный эпизод. 4-ші дубль. 1 кеткеш. Ассалаумағалейкум. Базардан келеді. Үйге келіп жүрген кім? Ортағы ғой. Бет аузы бар, көкеріп кеткен. Безор емес ме? Йол, боксер. Йол, нақымыз. Жүрген. Кір үйге. Анау чай дайындап қойды. Арсан, съемка қалай болады? Съемка өте теріс болып отыр. Білмеймін, бұған дейін ондай болмаған. Бүгін жота настроение күшті. Барса келіп. Сен де үшін шашыңды боядың? Сериалға. Қай сериалға? Салонда. Өтініш операторға тиіспей беріңдерші. Жоқ, бұған дейін ондай болмаған дегенде болған ғой негізі. Қалай болған кәрет демекте қызық. Просто вип-сколда осындай болмағанда, далада түскен кезде бұндай болмаған типа сондай айтып отырмын ғой. Күшті әдем түсірген. Біз қазір массовтың не істеп жатқанын көретін боламыз. Кәне, не бітіріп отыр екен. Ұсталдың бәрі ме? Арман шаршаған. Шынат Нұрмұхамед шаршап қапты. Актерлар оңай емес. Сен не үшін жүрсің бұл жақта? О, Азамат ағайдың телефоны ғой мынау. Мен ба? Массовкаға шақырған. Массовка. Сендер де массовкасыңдар ма? Иә да. Қойсаңдаршы. Сен атың кім? Талжан. Не істеп жатсың бұл жақта? Массовкаға шақырған. Қазір не істеп жатсың? Керек отыр. Иә.
Senin atın kім? Менің атым Нұрайым. Нұрайым? Не істеп жатырсың мына жақта? Бұл жаққа мені массовкаға шақырған, и осындай біртүрлі ғашықтардың ортасында отырмын. Мені алып кетіңдер көмекке. Массовкаға түстің бе әлі? Жоқ, әйтіспе. Senin atın kім? Жібек. Не істеп жатырсың мына жақта? Жатыр. Кіммен? Самғатпен. Senin atın kім? Самғат. Рысбек. Не істеп жатырсың? Мұрдың ішіне не шыққан? Ой. Лин. Мен саған бірдеңе айтайын ба? Иә, айта бер. Қалай айтсам екен, ұялып тұрдым да. Ұялатын айтамын. Мен осы мектепті полный қыздарды қарап шықтым да. Жігіті жоқ, басы бос қыз, тек сен екенсің. Сондықтан менің қызым болса жақсы болар еді да. Иә, қона ғой. Қойшы. Әрине жоқ. Не үшін? Сенің папасы жақсы көретін адам дұрыстап тұрса, сен сияқты. Сол үшін sevу керек па?